Назарларыңызға абір қарапайым деңгей тыңдаушыларына арналған саптық дайындық тақырыбы бойынша демо сабақты ұсынамыз. Грамматикалық тақырыбы барыс септігі. Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл үйренушілер? Саптық дайындық тақырыбы бойынша жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Саптал, түзел, тік тұр, оңға, солға, еркін тұр, адымда, тоқта, құп болады, сапқа тұр. Ал енді құрметті тыңдаушылар, грамматикалық тақырыпқа көшеміз. Барыс септігі. Барыс септігі кімге, неге, қайда сұрақтарына жауап береді. Ға ге, қа ке, а е, на не жалғауларының жалғануы арқылы жасалады. Қосымшаның жалғануы үндестік заңына сай жалғанады. Следует отметить, что выбор фонетического варианта аффикса зависит от твердости и мягкости слова, от его последнего звука и от наличия личных притяжательных аффиксов. Также стоит обратить внимание, что аффиксы дательно-направительного падежа могут присоединяться и к глаголам неопределенной формы. Такая грамматическая конструкция также указывает на цель действия и переводится с помощью слова «чтобы». Тиісті қосымшаны қалай таңдау керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Прибавьте к указанным словам аффиксы дательного падежа и переведите словосочетание. Тексереміз. Жазылым. Келесі сандарға ға, ге, қа, ке жалғауларын жалғаңыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Айтылым. Уақытты дұрыс айту тақырыбын еске түсіріп, барыс септігін қолданып, сағат неше екенін айтып, септік жалғауына назар аударыңыздар. Үлгі. 3-ке 10 минут қалды. Құрметті тыңдаушылар, келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Қазақстан полициясы жайында мәтінді оқып, барыс септігі жалғанған сөздерді табыңыз.
Назарларыңызға мәтінде кездескен бар септігі жалғанған сөздерді ұсынамыз. Қиындықтарға, заңға, актілеріне, актілерге, міндеттемелерге, келісімдерге, конституциясына, қылмысқа. Құрметті тыңдаушылар, күнделікті қызметте сапқа тұру әдіс тәсілдерін меңгердіңіздер. Назарларыңызға саптық дайындық жайлы қысқаша видео ұсынамыз. Саптық дайындық әскери тәртіппен оған үйретудің маңызды пәндерінің бірі. Ол жауынгерлерге саптық тұрысты, оқыптылықты, жинақылықты, тәртіптілікті бөлімше құрамында жекеленген саптық тәсілдер мен үйлесімді қимылдарды дереу және тез арада орындауды дағдыландыруға бағытталған. Саптық дайындық қарумен және қарусыз жекеленген саптық жаттығуларды, машиналардағы және жаяу реттегі қимылдар кезінде бөлімше, есеп тобы экипажы, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион және бригадалардың саптық үйлесімділігін, бөлімше мен бөлімдердің саптық байқауларын, сондай-ақ қызметшілердің ұрыс алаңында жылжу тәсілдерін қамтиды. Саптық дайындық сабақ кестесінде қарастырылған оқу уақытында өткізіледі. Ол тактикалық атыс және дене шынықтыру сабақтарында, сапқа тұру, қозғалыс кезінде, күнделікті өмірде жетілдіріліп іске асырылады. Келесі бейнероликті мұқият қарап, пәрмендерде кездесетін жаңа сөздер мен қосымшалардың жалғану тәртібіне назар аударыңыз. Айнал, бұрыл! Еркін тұр. Зел. Түк тұр. Саламатсыз ба, полицейлер, мұрзалар? Саламатсыз ба! Еркін тұр. Полиция қатардағы Бақытжана. Мен. Береге. Бұлат. Майор мұрза, қатардағы Бақытжана сенің бойың келіп тұр. Сапқа тұр. Бұлат. Полиция капитаны Абдулаев. Мен. Саптан шық. Бұлат. Абдулаев. Мен. Сапқа тұр. Бұлат. Тексереміз. Назарларыңызға ұсынылған демо сабақтың мақсаты мемлекеттік тілді құқық қорғау органы саласында қолдану болып табылады. Берілген сабақты төменде көрсетілген сілтемелер бойынша көре аласыздар. Егемен елдің қыраны, ер жүрек батыр қырағы, тоғырын биік ұстаған, тәуелсіз елдің томары, орман тауасқар қиясын, қазақтың әр жанұясын, қорғаған адал ісімен, қазақтың полициясын, қорғаған адал ісімен, қазақтың полициясы. Сенімін елдің ақтаған, тыныштық күнін сақтаған, айбынды тәртіп сақшысы, арналар саған асқаған, орман тауасқар қиясын, қазақтың әр жанұясын, қорғаған адал ісімен, қазақтың полициясы, қорғаған адал ісімен, қазақтың полициясы.